келесі кезекте тағы бір әнімді орындап берейін. Ол менің аппақ жеңгелерімнің құрметіне арналады. Бұл әннің енді шығу тарихы, бір ән шығу үшін әрине сіздердің уақыттарыңызды алсам да, бірақ қалай шыққанын айтып кетпесем, ыңғайсыз болар. Сондықтан да бұл әнді Аллаға шүкір ауылда өстік, ауылда өсіп, кір болып, топыраққа аунап өскенді мен мақтан етемін. Ауылдан шыққанды мақтан етемін әрқашанда. Ауылда біз ауылдың тәрбиесін көрдік. Аналарымыздың, жеңгелеріміздің үлгі өнегесін көрдік. Аллаға шүкір бүгінгі шараға менің анамның өзі қатысып отыр, әкем де қатысып отыр. Менің анам біз кішкентай кезімізде біздің жолымызды кеспейтін. Сендер ертеңгі елдің азаматысыңдар деп. Менің жеңгелерім маған құман ұстатпайтын қолыма. Мен тұрғанда ер азаматтың құман ұстаған ол не болғаны деп қолымызға құман ұстатпайтын. Бүгін де мінекей осы кешке менің аппақ жеңгелерім келіп отыр. Барлық жеңгелерімнің құрметіне аппақ жеңешем сөзін жазған Бекжұман Нарбай. Ал кеттік. Ортаға билеті болады. Алекемек жеңгелерім қайда? Қамсалатын жасы менен қардыңыз, берген шай емес қой балығымыз. Жақсы жеңге жарпананмен тең болар, егер екен біздің дана халқымыз. Олар жайлы салтымызды сақтағансың ба? Анаңыздың ағы бүтін ақтағансың ба? Балдай тәтті берген шайын аппақ жеңешем, қайным келді қалам бұрсып баптағансың ба? Балдай тәтті берген шайын аппақ жеңешем, қайным келді қалам бұрсып баптағансың ба? Аналардың қара жолын көксеген, үлкен кіші ердің жолын кеспеген, сыйластықтың шыңы оққан жеңешем, өн бойынан ізеттілік өшпеген. Олар жайлы салтымызды сақтағансың ба? Анаңыздың ағы бүтін ақтағансың ба? Балдай тәтті берген шайын аппақ жеңешем, қайным келтіп қалам бұрсап баптағансың ба? Балдай тәтті берген шайын аппақ жеңешем, қайным келтіп қалам бұрсап баптағансың ба? Шайға қанам ба, өз жолынан жаңылмаған нар жеңгем, жартаңдауда жаңылмақты ағамда. Олар жайлы салтымызды сақтағансың ба? Анаңыздың ағы бүтін ақтағансың ба? Балдай тәтті берген шайың аппақ жеңешем, қайным келтіп қалам бұрсап баптағансың ба? Балдай тәтті берген шайың аппақ жеңешем, қайным келтіп қалам бұрсап баптағансың ба? Осындай бір жеңгем бар деп мақтанасың да. Рахмет, бәрекелді. Бәрекелді. Жеңгелерім сахнаға қарай. Рахмет, Алла разы болсын. Мына екі жеңгем сонау Оймауыттан, Биялдан келгеніне қоймай, тағы да сахнаға қарай тағы келдер. Рахмет, Алла разы болсын. Рахмет, Алла разы болсын, көп рахмет. Ниеттеріңізге рахмет. Мінекей, Аллаға шүкір, менің осындай жеңгелерім бар. Бір шаңырақтың түтінін түтетіп отырған ата енесінің өзінің түскен жерінің разылығын алып отырған менің жеңгелеріме тағы бір қошемет болсыншы сіздерге.